Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жасанды мұхит. Балалар, бүгінгі сабақта жасанды мұхит туралы мәтін оқимыз. Сандарды дұрыс оқуды, жазуды және айтуды үйренеміз. Ребята, сегодня мы на уроке узнаем об искусственном океане. Будем учиться правильно выговаривать, писать, читать числительные. Ал енді балалар, бүгінгі сабақтың жаңа сөздерімен танысайық. Туз, соль, су перісі, русалка, балдыр, водоросли, мұхит, океан, жасанды, искусственный, қоңыр, коричневый. Балалар, бірге қайталаймыз. Туз, су перісі, балдыр, мұхит, жасанды, қоңыр. Жақсы балалар, жаңа сөздерді сөздік дәптерге жазып алыңдар. Ал енді балалар, жаңа сөздерді сурет арқылы қайталайық, есте сақтайық. Давайте, ребята, с помощью картин запомним новые слова. Су перісі, балдыр, сегіз аяқ, мұхит, жасанды мұхит, искусственный океан, туз. Жақсы балалар, ал енді балалар, бірінші тапсырманы орындайық, сұрақтарға жауап берейік. Балалар, мұхит деген не? Ребята, что такое океан? Ол жерді қоршаған су, это вода, которая окружает сушу. Мұхиттың суы қандай? Оны ішуге бола ма? Мұхиттың суы тұзды, оны ішуге болмайды. Вода в океане соленая, ее нельзя пить. Мұхиттың астынан не көруге болады, балалар? Что можно увидеть под водой? Жақсы балалар, мұхиттың астынан түрлі балықтарды, өсімдіктерді көруге болады, Жақсы балалар. Есте сақтайық, грамматика. Сан есім, имя числительное. Сан есім заттың санын білдіреді, балалар? Имя числительное обозначает количество предметов, как мы знаем. Есептік сан есім – это, ребята, количественное числительное. Отвечает на вопросы қанша, неше. Сколько? Қанша, бір, қанша, төрт, бес, алты, жеті. Ребята, как вы заметили, числительное, которое отвечает на этот вопрос, не присоединяет к себе никаких суффиксов. Ал енді балалар, жинақтық сан есім, собирательное числительное. Нешеу деген сұраққа жауап береді. Нешеу деген сұраққа жауап беретін сан есімдер балалар, ау-еу жұрнақтарын жалғайды. Ребята, числительное, которое отвечает на этот вопрос нешеу, присоединяет к себе суффиксы ау-еу. Мысалы, нешеу, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Ребята, собирательных числительных в казахском языке всего 7. К другим числительным суффиксы ау-е не присоединяются. Ал енді осы ережеге сүйеніп, жаттығулар орындап көрейік. Давайте, ребята, опираясь на это правило, выполним задание. Ал енді балалар, әр суретке үлгі бойынша сөйлем құрастырып көрейік. А теперь, ребята, попробуем составить предложение по образцу. Суретте 4 жылан бар. На картине 4 змеи. Точно так же давайте попробуем составить предложение к каждой картине. Ойланып көріңдер. Давайте подумаем. Ал енді тексеріп көрейік. Мына суретте бізде су перісі
неше су перісі бар екен? Суретте 3 су перісі бар. Ал енді балалар неше тасбақа бар екен? Суретте 5 тасбақа бар. Неше акула бар? Суретте 2 акула бар. Жақсы балалар. Ал енді балалар, мына үлгі бойынша, мына суреттерге сөйлем құрастырып көрейік. Суретте 8 аяқ 2. Ойланып көріңдер, давайте подумаем. Точно так же попробуйте составить предложение к каждой картине. Балалар, суретте тасбақа неше? Иә, суретте тасбақа 6. Суретте жылан неше? Суретте жылан 3. Суретте акула неше? Суретте акула 4. Жақсы балалар. Ал енді балалар, екінші тапсырма. Асты сызылған сөздерге сұрақ қойып жаз. Ребята, к подчеркнутым словам нужно поставить вопрос и переписать предложение. Мысалы, мұхиттан салмағы 60 килограмм акуланы ұстады. 60 неше? Бұл тапсырманы дәптерге орындаймыз. Ребята, это задание выполняется в тетради. Ал енді балалар, мәтінді тыңдайық, бірге оқиық. Океанариум Қазақстанда ең алғаш ашылған жасанды мұхит. Ол 2003 жылы ашылды. Бұл жер табиғи мұхиттан шамамен 3000 километрға алыс орналасқан. Ол жазық даланың қақ ортасында тұр. Сол себепті оны рекордтар кітабына енгізген. Оған 120 тоннадай мұхиттың табиғи құмы қолданылған. Океанариумға 3 миллион литрдей су құйылған. Шамамен 2000 теңіз жануары әкелінген. Ғажап көрініс. Су астынан түрлі балықтар мен өсімдіктер көруге болады. Жасыл, қоңыр, балдырлар су астында әсем жайқалады. Ең маңыздысы, мұнда дауыл ешқашан болмайды. Жаңбыр жаумайды. Мұхит үнемі тып-тұнық болып тұрады. Жақсы балалар, енді өздерің бір мәрте аудармасымен оқыңдар. Ребята, можете приостановить видео, еще раз прочитать текст перевода. Балалар, мәтін не туралы? Иә, мәтін океанариум туралы, иә? Жақсы, қарамен берілген сан есімдерге назар аударыңдар. Обратите внимание на выделенные числительные. Қалай ойлайсыңдар, қандай сұраққа жауап береді? Иә, қанша, неше деген сұрақтарға жауап береді, е? Қанша? 3000, қанша? 120, қанша? 3 миллион, қанша? 2000. Жақсы балалар. Айтылым 4-ші тапсырма. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап бер. Океанариум деген не? Что такое океанариум? Қазақстанда океанариум қашан және қай қалада ашылды? Когда и в каком году открылся океанариум в Казахстане? Думан океанариумына қанша тонна мұхит құмы әкелінген? Сколько тонн песка привезли в океанариум? Океанариумға қанша литр су құйылған? Сколько литров воды использовали в океанариуме? Океанариумда шамамен қанша теңіз жануары бар? Примерно сколько морских обитателей в океанариуме? Это задание отправляйте голосовым сообщением учителю. Жақсы балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.